Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Айдана, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді кандюбе тағамын дайындаймын. Кандюбе тағамын менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін мен YouTube каналыма кіріп, тіркеліп, лайк басып, тіркеліп алыңыздар. Алда тағы да түрлі рецептпен бөлісетін боламын. Ең алдымен құрамына керекті тұз, жұмыртқа, сұйық май, жылы су және ұн қажет болады. Барлық мөлшерін описание қалдырып кетемін. Ең алдымен жылы суымызға 2-3 шымшымдай тұз қажет. Одан кейін ұнның үстіне бір жұмыртқамызды салып, келесі сұйық май 1 ас қасық мөлшермен құйыңыздар. 1 ас қасық мөлшермен салғаннан кейін жылы су, тұзды суымызды қосамыз. Жақсылап шанышқының көмегімен немесе венчиктің көмегімен араластырыңыздар. Өте керемет дәмді болады. Қамырымыз жұмсақ болады. Ұнымызды қажетті мөлшермен салыңыздар. Ұнымызды көп қолданбаңыздар, әрі нығыз, әрі тығыз болмас үшін. Келесі шанышқының көмегінсіз қолымызға көшеміз. Қолымызбен жақсылап қамыр илеп аламыз. Нанымыз тыңғанша жақсылап илеп алып, дастарханның үстіне ұн себе отырып, қамырымызды жұмсақ қып, дәл видеодағыдай көріп тұрғандай қамыр илеп аламыз. Беті жабық ыдысымызға салып, 20 минутқа тындырып қоямыз. Келесі салмасына ет, сәбіз, картоп және пияз қажет болады. 2 пиязды мен қамырына қолданамын және де 2 пиязды салмасына қолданатын боламын. Дәл қазір ең соңғы видеоның соңына дейін көріңіздер, қалай қолдану жолын көрсететін боламын. Ең алдымен етімізді жақсылап ұсақтап 4 бұрышты қылып, видеодағыдай көріп тұрғандағыдай турап аламыз. Мен де кішкене сәл майлылығы бар еттен пайдаланған болатынмын. Келесі картопымызды турап алатын боламыз. Картопты дәл осы кескішпен қолдандым. Кескішпен кесіп алдым. Сіздерде бұндай болмаса, міндетті түрде пышақтың көмегіне жүгінсеңіздер болады. Өте кереметті әдемі формада кесіп беретін болады. Осындай әдемі маған қатты ұнайды. Әрі дастарханыңызда сәнін келтіреді. Келесі сәбізімізді де дәл картоптағыдай турап алатын боламыз. Картопты қалай турадық, сәбізді де солай турап алатын боламыз. Арасында осылай пышақтың көмегіне жүгінген болатынмын. Пиязымызды қолданамыз. Келесі пиязымызды дәл видеодағыдай тураймыз. Бұда мен 2 пиязды салмасына қолданамын. Қалған 2 пиязды қамырына қолданатын боламын. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп көріңіздер, қалай қолдану жолын, қалай пайдалану жолын көрсететін боламын. Ең алдымен қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз 2-3 минутқа. 2-3 минут қуырылғаннан кейін бетін жауып, тындырып қоямыз 1-2 минутқа мінекей. Одан кейін бетін ашып, араластыра отырып, пиязымызды саламыз. Туралған пиязымызды саламыз. Бұны да жақсылап араластырып алғаннан кейін 2-3 минуттай қуырып аламыз. Келесі пиязымыз 2-3 минуттай қуырылғаннан кейін томат пастасынан қызанақ пастасы. Бұдан 1 ас қасық мөлшермен саламыз. Келесі әркім әрқалай приправа қолданылады. Дәмдеуіштер қолдансаңыздар болады. Мен өзіме дәмді болу үшін етке арналған дәмдеуіш қолдандым. Қара бұрыш, 1-2 шымшымдай тұз қолданамын. Өйткені еттің тұзы болмағандықтан мен тұз қосып жатырмын. Егер еттеріңіз тұздалған болып жатса, тұз қосудың қажеті жоқ. Тұзды ащы болып кету мүмкін. Сол себептен. Келесі қайнаған су құямыз да бетін жауып қайнатамыз. Ақырын баппен қайнатқандарың жөн болады. Етіміз қайнап жатыр.
пісуіне жақын қалған кезде картопымызды саламыз. Картопымды алдын ала суға салып қойдым. Қараймас үшін міндетті түрде суға салып қойыңыздар ет піскенше. Келесі сәбіз. Картоптан кейін сәбізімізді салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей жақсылап араластырып болғаннан кейін қақпағын жауып, ақырын отқа қайнатамыз. Келесі табамызды қыздырып, май құйып, қызған майымызға бағанағы қалған екі пиязымызды турап, дәл видеода көріп тұрғандағыздай турап алып, жақсылап қуырып аламыз майға. Қақпағын жауып, қызарғанша, сарғайғанша осылай қуырып аламыз. Қуырылған пиязымыздың үстіне қара бұрыш, тұз қосатын боламыз. Міндетті түрде қосыңыздар, дәміне қарай. Өте керемет дәмді болады. Мен алдымен тұз, одан кейін қара бұрыш қостым. Жақсылап араластырып аламыз. Пиязымыз қуырылғаннан кейін қақпағын жауып 1-2 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей салмасы толығымен дайын. Келесі қамырымызды 20 минутқа тынған қамырымыз дайын. 2 бөлікке бөліп кесіп аламыз. Бір бөлігін ыдысымызға салып жауып қоямыз. Келесі екінші бөлігін оқтаудың көмегімен жайып аламыз. ұн себе отырып. Жұқағып қамырымызды жайып аламыз, домалақтап. Жұқағып жайылған қамырдың үстіне сұйық майымызды жағамыз. Сұйық майды жаққаннан кейін бағанағы қуырылған пиязымызды саламыз. Пияздың орнына сәбізді қуырып салсаңыздар болады. Егер де пияз сіздерге ұнамай жатса, міндетті түрде сәбіз қолданыңыздар. Ерекше дәмді болады. Дәл видеодағыдай жақсылап орап аламыз. Оралған қамырымызды пышақтың көмегімен қиғаштап кесіп алатын боламыз. Дүзу емес, яғни қиғаштап. Қиғашпен кесіп алған қамырымызды қайнап жатқан етіміздің үстіне картопымыз да пісіп қалды. Мінекей содан кейін бетіне осылай суы азайған кезде сала қойыңыздар. Қамырымызды үстіне осылай салғаннан кейін бетін қақпағын жауып 15-20 минутқа бұқтырып пісіріп аламыз. Қамырымыз мінекей пісіруге дайын, толығымен дайын болды мінекей. Ерекше дәмді тамақпен бөлісіп отырмын мінекей. Дастарханыңызға ұсынсаңыздар болады. Ең алдымен ыдысымыздың шетіне қамырымызды саламыз, әдемілеп жайғастырамыз осылай дәл видеодағыдай. Келесі салмамызды, етімізді дәл ортасына құятын боламыз. Ерекше дәмді кандюбенің рецептімен бөлісіп отырмын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Кандюбе рецебі сіздерге ұнаса, лайк, комментария қалдырып, қызыл кнопкадағы подписаться батырмасын басып, тіркеліп алыңыздар. Алда тағы да түрлі рецептпен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған мен Айдана.